Бізге берілген Алланың, қараңызшы, мейірімі. Хадисте не деп тұр? Альхамдулиллахи тамлаул мизан дейді. Альхамдулилла деген сөз таразыны толтырып жібереді дейді. Жеңіл ғой, бірақ біз айтпаймыз да көп жағдайда. Сол үшін пайғамбарымыздың тағы бір хадисі бар. Осы альхамдулилла деген сөз жайында Алла тағала дейді, құлы жатса да, тұрса да, отырса да өз-өзін мақтағанын жақсы көреді дейді. Өз-өзін мақтағанын жақсы көреді дейді. Алла тағала жалпы біздің зікір, дұға, мақтау сөздерімізді өте қатты жақсы көреді. Алла біздің тоқтағанымызды қаламайды. Тіпті хадистер келеді, білесіздер ме? Алланы көп зікір етіңдер, соншалықты тілің кеуіп кеткенше дейді. Сондай жағдайға да. Сондай жағдайда зікір ету керек. Біз ғалымдар айтады, міне зікір етіп жатсың, айтып жатсың, шаршап кетесің ғой, міне. Шаршап кетіп, өз-өзіңмен көзің жұмылып кет, значит, сен сондай жағдайға жеттің деген сөзді. Өте қатты көп зікір ететін. Тіпті хадистерде келеді, Алланы сондай күйде көп зікір ет, жұрттың барлығы сені жынды деп ойлап қалсын дейді. Сондай хадис бар. Анау неменеге Құдай дей береді деген сияқты оларда ой пайда болып, сен сондай жағдайға дейін де. Тіпті сондай. Енді сен үйтіп бүйтіп постоянно тәсіп ұстап жүре бер деген сөз емес. Бұл деген не деген сөз? Сен өміріміз қозғалыс қой біздің. Үйге кіресің, үйден шығасың. Жатасың, тұрасың. Таңғаласың. Бүкіл жерде қарасаң, Аллаға мақтау айтасың. Алланы айтып еске алып жүресің да. Алла тағала міне сол нәрсені жақсы көреді, бауырлар. Енді ғалымдарымыз осы жерде мынандай нәрсе айтады. Неге альхамдулилла деген сөз? Неге альхамдулилла деген сөз таразыны толтырып жібереді деп айтып отыр? Альхамдулилланың Алланың алдында себебі мақтан, не бар? Үлкен весі бар, сөз бар. Айтады: "Валхамду ятадамману исбата джамии анваи камали лиллахи." Альхамдулилла деп айту Аллаға барлық кәміл сипатты бекіту болып саналады. Алла барлық мақтау, мадаққа лайықты деген сөз, сен Алланы абсолютті кәміл қылып жібердің деген сөз да. Сол үшін ғалымдардың арасында спор бар да. Мысалға, субханалла күшті ме, альхамдулилла күшті ме дейді. Айтады, альхамдулилла күшті дейді. Өйткені субханалла деп айту деген не деген мағынасы не? Алланы кемшіліктен пәктеу. Сол үшін ғалымдарымыз айтады, бірдеңкені жоққа шығаруға қарағанда, бірдеңкені бекіту артық тұрады дейді. Жоққа шығарасың нені? Кемшілік сипаттарды. А нені бекітесің? Барлық, кәміл сипаттың барлығын бекітесің. Естейді, барлығын естейді. Көреді, барлығын көреді. Біледі, барлығын біледі. Қалай біледі? Абсолютно, барлығын біледі. Қалай білді? Баяғыдан білімді. Надан болып бар білген жоқ. Баяғыдан, әуел бастан, әзәли өзімен бірге бар сипаты білімді. Қалай естейді? Ешбір құралсыз естейді. Ешбір уәсиласыз, аппаратсыз, құлақ керек емес. Алла естейді, болды. Осымен точкада. Ешбір құрал жабдықсыз, ештеңкеге мұқтаж емес Алла тағала. Ал бірдеңкені естімей қалмай ма? Жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Кімде кім Алла осы нәрсені естімей қалған шығар, осы нәрсені білмей қалған шығар, осы нәрсені көрмей қалған шығар десе, автоматты түрде дінсіз болады. Қас қағым сәтке болсын ұмытып кеткен шығар, болды. Автоматты түрде діннен шығады. Өйткені Алла тағалаға кемшілік сипатты бекітті. Альхамдулилла деген сөз сол үшін жоғары тұрады да. Сол үшін ла илаха иллалла деген сөздің өзі не нәрсе? Қарасаң не ғой? Нәфиді, Алладан басқа тәңірі жоқ. Сол үшін кейбір ғалымдарымыз альхамдулилла деген сөзді одан да жоғары қойған да. Тіпті ла илаха иллаллах дегеннен де жоғары тұрады деп айтқан ғалымдар болған. Сол себепті бауырлар, альхамдулилла деген сөзді көп айту керекпіз. Негізінде альхамдулилланың екі мағынасы бар. Мұны имам Ибн Касир өзінің тәфсірінде келтіреді, және де өзге